Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Нұрайым. Бүгін өте тойымды, жеңіл салатпенен бөлісетін боламын. Қуырылмайтын, пісірмейтін, құрамы да өте аз салатпен бөлісемін. Арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Салатына лист қосамыз. Көз жобамен тек бір порцияға жететіндей қылып барлығын алып қойдым. Корнишон қажет, қияр, черри помидор және охотничий сосиски қажет болады. Сонан соң сыр, осындай сулугуни деген сыр пайдаланып жатырмын. Өте жұмсақ, дәмді сыр. Сосын майонез қажет болады. При желании майонездарын пайдаланамын. Және тұз, перец пайдаланатын боламыз дәм беру үшін. Ендеше салатымызға кірсек, мен барлығын көз жобамен алдым, бірақ бұдан да аз пайдалану мүмкін. Тек қана бір порция салат қана жасайтын боламын. Ең алдымен сосискенің екі жағын алып тастаймыз. Сыртын ашудан қажет жоқ, себебі бұлар жаңағыдай дайын охотничий сосиски. Алудың қажеті жоқ. Әдемілік үшін осылай құрайтын боламын. Келесі бізде помидор тұрамыз. Помидорды екі бөлсеңіздер жарайды. Жақында мастер-класс сатып алғанмын пирогтардан. Сол мастер-класста қосымша осы салат келді. Бөліскім келді осы салатпенен. Өте жеңіл. Жақында қонақ шақырдым, соған қойдым. Дастарханда да өте әдемі болып тұрған кезде. Сонан соң бөлісуді жөн көрдім. Менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Корнишонды егерде тура береміз, егерде там кішкентай ұсақ болып жатырса, осылайынан қосуға да болады. Әдемілік үшін мінекей турап болдық. Енді салатный лист қосамыз. Салатный листті жақсылап жуатын боламыз. Сонан соң қолымызбенен бөліктерге бөлсек болады. Сондай. Қатты жерлерін алып тастайын. Бөліктерде 4-1 сияқты қалып істеп жатырмын. Шамамен салатный лист көпті кетпей. Көбірек қоса берсек те болады. Шамалы басылып қалады. Жарап қалады деген ойдамын. Аздап тұз қосамыз. Көп қосудың қажет жоқ. Аз жарайды. Сонан соң бұрыш қосамыз. Салатымызға майонез қосамыз. Шамамен біраз қасық майонез қостым. Осымен дайын болды салатымыз. Қазір ұсынатын боламыз тарелкаға салып.
Осы жарап қалады деген ойдамын. Менде шамамен міне 2 порция шығып кетті бұдан. Бұл да средний бір тағы бір тарелкаға салуға болады. Порция салат шықты міне. Енді декор жасайтын боламыз. Бізге ол үшін осындай чечил қажет болады. Мінекей чечил. Бетінде бітіп, дөңгелек сақталып тұру керек та, сол кезде әдемі болады. Достар, осымен салатымыз дайын. Мінекей, әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер. Әдемі болып шықты. Дәмі де өте керемет. Мен осыған дейін жасадым. Және сіздермен бөліскім келді. Кез келген қонаққа жасап қойсаңыздар болады. Өте жеңіл және тойымды салат. Сіздермен болған мен Нұрайым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.